Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, құрметті Қазақстан Республикасы Әскери ғылым академиясының тыңдаушылары. Бүгін біз өз арнамызда Қазақстан әскери тарихы туралы айта бастаймыз. Бұл тақырып мемлекетіміздің тәуелсіздігінің арқасында пайда болған және еліміздің қазіргі жастар тек оқулықтардан ғана емес, сонымен қатар заманауи технологияларды қолдану отырып білім алу үшін ақпарат беру тұрғысынан өзекті болып табылады. Тарих ғылымы болғаннан бері адамдар, халықтардың, әскерлер мен мемлекеттердің әскери өткені туралы сенімді ақпаратты түсінуге дағдыланған. Бұл жағдайда Қазақстанның әскери тарихының да ерекшелігі жоқ. Шешімсіз мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігінің қамтамасыз етуде жүзеге асыру қиын болатын ас маңызды міндеттердің бірі ел халқының әскери сипаттағы ықтимал қауіпті қатерлерге дайындау және ең бастысы отанға қорғауға қабілетті патриот адамдар. Тарихтан біз көрнекті басшылар, қолбасшылар мен әскери жетекшілерді білеміз. Олар жүргізген соғыстар, стратегиялық операциялар мен шайқас тәжірибесінде әскери теория құрылды. Оны мемлекеттік қауіпсіздігінің қамтамасыз ету үшін қойылған заманауи міндеттерге қол жеткізу үшін өте мұқият зерделеуіміз керек. Әскери тарих бұл соғыстың алғашқы кезіндегі пайда болған әскери тарихы білімнің жиынтығы. Ежелгі және орта ғасырлардан ол негізінен соғыстар мен шайқастарды сипаттауға дейін азайды. Біздің міндетіміз соғыстар мен әскери қақтығыстар барысында алынған тарихи тәжірибені тереңірек талдау және толық пайдалану. Тарихшы мамандармен және әскери тарих әуесқойларының азаматтық қоғаммен проблемалық мәселелерді талқылау. Әлемдегі және Қазақстанның геосаяси ортасындағы қазіргі жағдай, мүдделі адамдармен әскери өнер мәселелерін, оның дүниежүзілік соғыстар мен соғыстан кейінгі кезеңдегі аса маңызды операцияларға, сондай-ақ 20 ғасырдың соңғы 10 жылдығы мен 21 ғасырдың басындағы даму мәселелерін қарау қажеттігі туралы айтады. Қазіргі Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік саяси, дипломатиялық, экономикалық, технологиялық, идеологиялық және әскери сипаттағы, сондай-ақ басқа да іс-шараларының күрделі кешеніне негізделеді. Шаралар мен талаптардың белгіленген сипатына сүйене отырып, әскери тарихты білу біздің еліміздің ұрпақтарының тарихи тәжірибесіне сүйене отырып белгілі бір тұжырымдар жасай алтын халыққа әсер ететін сенімді көздерден ақпарат алудың маңыздылығын түсінуге, оң серпін беретінін түсіну керек. Құрметті қазақ елі, құрметті Қазақстан Республикасының Әскери ғылым академиясының тыңдаушылары, біздің арнаға жазылып ұмытпаңыз, қоңырау және лайк басыңыз. Өз ой-пікірің болса, комментарийға жазыңыз. Бізді қолдау сізге қиын емес. Сау саламатта болыңыздар.